кез келген тоқыма бұйымдарды біз бастамас бұрын мынандай үлгі тоқуымыз қажет. Үлгі дегеніміз ол сол тоқыма бұйымда кездесетін өрнектерден тұратын кішкентай кескін болып табылады. Мен бұл қалай тоқыдым? Қараңыздар, мұнда бірде-бір резинкадан оған 5-6 қатар тоқыдым. Сосын барып өрімге көштім. Өрімде мен қанша ілмек жинадым? 28 ілмек, бір шеткі ілмек ол. Оған 3 ілмек теріс ілмек, 1 оң ілмек, қайтадан 3 теріс ілмек, 12 оң ілмек, 3 теріс ілмек, оң ілмек, қайтадан 3 теріс ілмек және шеткі ілмек. Сонда барлығы 28 ілмек. Енді біз осыны қалай есептейміз? Қараңыздар. Менде бұл шапка 50 сантиметрлік бас өлшеміне арналған. Ол 1 жасар балаға келеді. Және бұның мезгілі қыс мезгіліне арналған. Үлгіде және айтып өткенде мұнда мен қалай істегенім көрсетіліп тұр. Енді бірде-бір резинкамыз 28 ілмек. Міне, қазір көрсетем, міне қараңыздар, 28 ілмек. Оны өлшегенде ол 17 сантиметр болды. 28-ге бөлген кезде 1,6 ілмек шықты. Сонда 1,6-ны 50-ге көбейткенімізде 80 ілмек болды. Яғни мен резинканы 80 ілмек етіп жинаймын. Сосын өрімге келетін болсақ, біздің 28 ілмегіміз, міне мұнда резинкамыз кішкентай созылған болса, өріміміз былай кішкентай қысылып тұр. Себебі бұл айқастырылғаннан кейін ілмектер бір-біріне жабысады. Сондықтан ол 15 сантиметр болды. Сол себепті мен резинкадан кейін бізімді үлкен бізге айырбастаймын да, сосын 5 ілмек қосамын. Резинканы 5 ілмек қосам, сонда менде 85 ілмек болады. Бұнда рапортымыз, міне, мынау біздіңге рапорт. Бірақ мен рапортта 3 теріс ілмек емес, 2 теріс ілмек қылып тоқимын. Резинканы бірде-бір резинканы мен 20 қатар тоқимын. Бірде-бір резинка 20 қатар тоқып, одан кейін бір қатар қайырылып тұру үшін ілмектердің орнын айырбастаймыз. Ол, яғни оң ілмектің орнына теріс ілмек, теріс ілмектің орнына оң ілмек. Міне қараңыздар, мен тоқып бастадым. Міне мұнда 20 ілмек қатар, резинкамыз 20 қатар, содан кейін мына көріп тұрған жолымыз, ол менің қайырылып былай шапкамыз түсіп кетпес үшін қайта-қайта соған бүктеліп тұру үшін осылай бір қатар орын айырбастап жүргіземіз. Міне мұнда оң ілмектің орнына теріс ілмек, ал теріс ілмектің орнында оң ілмек. Мен резинканы тоқытып бітірдім. Бұнда 20 қатар тоқыдым, сосын бір қатар орын айырбастап тоқыдым, және 18 қатар қайтадан резинка тоқыдым. Егер де резинканы айналдыра қосуды, жіпті және резинка тоқуды білмесеңіздер, онда осы видеоның астына ссылкасын қалдырамын. Содан қарап тоқуларыңызға болады. Мен тоқып бітірдім. Енді жіп туралы айта кетсем, менде жіп ол Alize Baby Wool 50 грамм, онда 175 метр. Мен жіпті міне 3 қабаттап тоқып жатырмын. Өте жіңішке болғандықтан. Олай болса, тоқуды бастайық. Өрімдерді, ілмектерді өрімдерге бөлуге. Менде 4 сантиметрлік біз, оған мен қазір айырбастаймын. 1 сантиметрге жоғары 5 сантиметрлік бізді аламын. Енді олай болса, ілмектерді өрімдерге бөлуді бастайық. Олай болса, ең бірінші біз 12 оң ілмек тоқуымыз керек. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Енді 2 теріс ілмек тоқуымыз керек. 1, 2. 2 теріс ілмектен кейін менде бір созылған оң ілмек болады. Сосын қайтадан бір теріс ілмек тоқимыз да, одан кейін екінші теріс ілмекті екі ілмектің ортасынан ілмек қосамыз. Бізде мұнда 16 ілмек, сосын 17-ші ілмекті қосамыз. Екі ілмектің ортасындағы жіпті алып, бізге ілемізде, мұны бұлай тоқсақ, мұнда тесік болып қалады, сол үшін бұлай айландырып тоқуымыз керек. Бізде тесік ашық не болып қалмас үшін теріс ілмек қылып 17-ші ілмекті тоқимыз. Бұл бізде бір раппорт. Енді ары қарай екінші раппортты да осылай қайталай береміз. 12 оң ілмек, сосын қайтадан 2 теріс ілмек, бір созылған ілмек, сосын бір теріс ілмектен кейін екінші теріс ілмекті қосамыз. Солай біз бүкіл қатарды тоқып шығуымыз керек. Менде 5 ілмек қосуым қажет. Міне бір қатарды тоқытып аяқтадым. Енді екінші қатарды қалай тоқимыз? Қараңыздар. 12 оң ілмекті тоқимыз. Сосын 2 теріс ілмек. Мұнда біз созылуға арналған ілмекті, бұны тоқымай бұлай екінші бізге аламыз да, тоқымай өткіземіз. Жіп артында қалады. Сосын қайтадан 2 теріс ілмегімізді тоқимыз. Осылай біз бүкіл қатарды тоқып шығамыз. Бұл бізде екінші қатар. Енді осылай, осы екінші қатарды, сосын үшінші қатарды тоқып шығыңыздар. Төртінші қатарға келгенде кездесеміз. Міне мен төртінші қатарға келдім. Әрбір төртінші қатарда бізде айқастыру болады. Қосымша бізге алдыңғы 4 ілмекті теріп аламыз. Оны жұмыстың алдында қалдырамыз бұлай. Сосын одан кейінгі 4 ілмекті тоқимыз. Енді жұмыстың алдында қалған жаңағы 4 ілмегімізді тоқимыз. Бірінші ілмегі, екінші ілмегі, үшінші және 4-ші ілмек. Одан кейін өрімізде қалған 4 ілмекті енді соны тоқимыз. Одан кейін бізде 2 теріс ілмек, оны да тоқимыз. Сосын 3 қатар бойы тоқымаған мына созылған ілмегімізді осы қатарда тоқимыз. Сосын 2 теріс ілмегімізді тоқимыз. Бұл бізде бір раппорт болды. Енді қалған раппортты да осылай қайталай береміз. Жаңағыдай жұмыстың алдында 4 ілмекті қалдырамыз. Енді оны өз беттеріңізбен осылай бүкіл қатарды тоқып шығыңыздар. Сосын келесі 4-ші қатарда кездесеміз. Осы қатарды тоқисыздар, одан кейін 3 қатар тоқисыздар. Қайтадан 1, 2, 3 деп. Содан кейінгі 4-ші қатарда айқастыру кезінде тағы да кездесеміз. Міне мен айқастырудан кейін 3 қатарды тоқыдым. Енді бұл 4-ші қатарға келдік. Келесі айқастыруымызды жасаймыз. Ол үшін алдыңғы 4 ілмекті тоқимын бірінші. Одан кейінгі 4 ілмекті мен
қосымша бізге теріп аламын. Оны біз жұмыстың артында қалдырамыз. Сосын одан кейінгі 4 ілмегімізді тоқимыз. Осылай. 4 ілмегімізді тоқыдық. Енді жаңа жұмыстың артында қалдырған 4 ілмегімізді де тоқимыз. Бірінші ілмекті тоқыдық. Енді екінші ілмегіміз, үшінші ілмегіміз және төртінші ілмегіміз. Сосын раппорт бойынша ары қарай 2 теріс ілмегіміз бар. Сосын созылған ілмегімізді де осы қатарда тоқимыз. Бұл ілмекті де ұмытып кетпеңіздер. Одан кейінгі 2 теріс ілмегіміз. Бұл бізде міне бір раппортымыз. Осылай тоқыдық айқастыруды. Енді біз ары қарай қалай тоқимыз? Қараңыздар, біз осылай қайталай береміз. Енді келесі 3 қатар тоқисыздар. Одан кейін мына бірінші жаңағы ең алдында жасаған мына бірінші айқастыру, соны қайталайсыздар 3 қатардан 4-ші қатарда. Одан тағы 3 қатар тоқып, одан екінші айқастыруды қайталайсыздар. Осылай біз өзімізге қажетті ұзындыққа жеткенше тоқи береміз. Мына ілмекті де ұмытпаңыздар. Созылмалы ілмекті де. Оны да әрбір 4-ші қатарда тоқып отырамыз. Оған дейін 3 қатарда жұмыстың артында қалдырып отырамыз. Осылай енді өз бетімізбен ары қарай тоқимыз. Мен өзіме қажетті ұзындыққа дейін тоқыдым. Ол менде қазір өлшеймін. 1 жасқа дейінгі бала болғандықтан маған 17 сантиметр жеткілікті. Ал егер де сіздерде одан үлкен бала болса, онда 20 сантиметрге дейін тоқуларыңызға болады. Енді біз не істейміз? Біз енді мына өрімдерде қысқарту жасаймыз. Осының алдыңғы қатарда мен мына алдыңғы ілмектерден айқастыру жасағанмын. Сол себепті қазір біз 10 ілмекті тоқимыз. 10 ілмекті тоқимыз. Сосын барып соңғы 2 ілмекті, 2 ілмек қалды. Енді осы 2 ілмекті бірге тоқып қысқартамыз. Бірге тоқимыз да бұл ілмекті қысқартамыз. Тартамыз. Бізде бұл бірінші қысқарту жасадық. Енді ары қарай жай ғана ілмектерді тоқи береміз. Осылай әрбір өрімде біз қысқартуды жасаймыз. Міне, ең соңғы 2 ілмек қалды. Екеуін енді бірге тоқимыз да қысқартуды жасаймыз. 2 ілмекті осылай бірге тоқимыз. Міне, осы қатарды осылай қысқартуды жасап шығасыздар. Осыдан кейінгі қатарды қысқартусыз оң теріс ілмектермен жай ғана тоқып шығасыздар. Міне, енді қысқартудың екінші қатары. Бұл қатарда қалай жасаймыз? Алдыңғы 2 ілмекті бірге тоқимыз. Енді басқа ілмектерге тиіспейміз, тек қана өрімде, әр өрімде алдыңғы 2 ілмекті бірге тоқып қысқарту жасап отырамыз.
басқа ілмектерді жай ғана қалай тұр солай тоқимыз. Міне басында, өрімдің басындағы алғашқы 2 ілмекті бірге тоқимыз. Осылай бүкіл қатардағы өрімдерді қысқартып шығамыз. Осыдан кейінгі қатар менде айқастыру қатары болады. Сол себепті қазір мен сіздерге ол қатарды да көрсетемін, бірақ ол қатарда біз қысқарту жасамаймыз. Тек қана айқастыруды жасаймыз да, қалай тұр ілмектер солай тоқып өтеміз. Алдыңғы қатарда біз қысқарту жасадық. Енді осы қатарда біз тек қана айқастыру жасаймыз. Айқастыруды барлықтарыңыз білесіздер. Мен тек сіздерге қазір ілмектер саны азайғандықтан көрсетейін деп тұрмын. Сол себепті мен айқастыруды екінші жағында, өрімнің екінші жағында жасаймын. Сол себепті қазір алдыңға 3 ілмекті тоқимын. Үшеуі себебі біреуін біз қысқарттық. Одан кейінгі ілмекті біз 4 ілмекті қосымша бізге теріп аламыз да, жұмыстың артында қалдырамыз. Сосын қалған 3 ілмекті тоқимыз. Біз аяқ жағында да қысқарту жасадық, сол себепті бізде 3 ілмек қалды. 3 ілмекті тоқимыз. Енді жаңа қалған 4 ілмегімізді, жұмыстың артында қалған 4 ілмегімізді тоқимыз. Осылай тоқимыз. 4 ілмекті тоқыдық. Енді біз осылай бүкіл қатарды өзіміз айқастырып шығамыз. Содан кейін келесі қатарда біз 3-ші қысқартуымызды жасаймыз. Алдыңғы қатарда біз айқастыру жасадық. Енді бұл қысқартудың 3-ші қатары. 3-ші қатар дегеніміз 3-ші рет қысқартып жатырмыз. Ол үшін біз алдыңғы 3 ілмекті тоқимыз. Одан кейінгі 2 ілмекті бірге қосып тоқимыз. Бұл жерде біз қысқартуды ортаңғы 4 ілмекте жасадық. 2 ортаңғы 2 ілмекті бірге қосып тоқыдық. Осылай барлық өрімдерде 3 ілмектен кейінгі 2 ілмекті бірге қосып тоқисыздар. Осыдан кейінгі қатарды қысқартусыз тоқып шығасыздар да, одан кейінгі қысқартудың 4-ші қатарында кездесеміз. Қысқартудың 4-ші қатары менде 40 сантиметрлік бізбен мұнда тарылып қалғандықтан мен тростигі бар ұзын бізге айырбастаймын. Біз осы жолы қысқартуды теріс ілмектерде жасаймыз. Сол себепті оң ілмектерді жай тоқып шығамыз. Оң ілмектерімізді тоқыдық. Енді 9 оң ілмекті тоқыдық. Одан кейінгі қысқартатын 2 теріс ілмегімізге келдік. Осы теріс ілмекті біз 2 ілмекті бірге қосып тоқимыз да, қысқарту жасаймыз. 2 теріс ілмекті қосып тоқыдық. Одан кейін бізде созылған ілмек тұр, оған тиіспейміз де, одан кейінгі тағы да 2 теріс ілмекті қысқарту жасаймыз. Осылай бүкіл қатарды тоқып шығыңыздар, одан кейінгі қатарды қысқартусыз тоқисыздар да кездесеміз. Алдыңғы қысқартудан кейін бір қатар қысқартусыз тоқып шықтым. Ол қатарда мен айқастыру жасадым. Менде 9 ілмек қалғандықтан 3-3-тен алып, өрімнің алдыңғы жағында қысқарту жасадым. Енді біз бұл қатарда қысқартуды тағы да теріс ілмектерге жасаймыз. Мына теріс ілмектерді толығымен барлығын қысқартып тастаймыз. Сонда бізде тек оң ілмектер қалады. Ол үшін біз қалай жасаймыз? Мен жаңа ең соңында бір
теріс ілмек тоқығанмын. Ол теріс ілмекті қазір былай қайтадан тарқатып аламын. Себебі маған бір оң, бір теріс ілмекті бірге тоқу керек. Қараңыздар, міне қайтадан тарқатып аламын ол ілмекті. Сосын өрімнің бірінші оң ілмегімен жаңағы теріс ілмекті бірге алдыңғы қабырғасынан, осылай, алдыңғы қабырғасынан, бізге теріс ілмек оң ілмектің артында қалқып көрінбеу керек. Сол себепті осылай тоқимыз. Ары қарай оң ілмектерді тоқимыз. Оң ілмектерді тоқимыз. Бір ілмек қалған кезде оны да теріс ілмекпен бірге қысқартамыз. Міне бір ілмек қалды. Мына теріс ілмекпен қысқартуымыз керек. Осы мына ілмекті былай айландырамыз. Сосын артқы қабырғасынан аламыз да екі ілмекті бірге былай қысқартып тастаймыз. Одан кейін мына ұзын ілмегімізді біз тек қана оң ілмек қылып тоқып өтеміз. Осылай қысқартуды жасаймыз. Бір қатар қысқартушы тоқып шықтым. Менде ілмектер барлығы оң ілмектер болып шықты. Енді қалай біз қысқартуды жасаймыз? Алдыңғы екі ілмекті тоқимыз. Одан кейін екі ілмекті қосып тоқимыз, бірге қысқартамыз. Былай. Кезектестіріп отырамыз. Одан кейін екі ілмекті тоқимыз. Одан екі ілмекті бірге қысқартамыз. Осылай. Бұл қатарда біз екі ілмекті тоқимыз да, екі ілмекті бірге қысқартып отырамыз. Осылай бүкіл қатарды тоқып шығасыздар. Одан кейін қатарды қысқартуды тоқисыздар да, одан кейінгі қысқарту қатарында кездесеміз. Міне, біз тоқып болдық. Енді келесі қысқартуны жасаймыз. Бұл қысқартуды біз қалған ілмектеріміздің барлығын қос-қостан бірге тоқып шығуымыз қажет. Ешқандай жай тоқу емес, барлығын екі ілмекті қосамыз да, барлығын солай тоқып шығамыз. Бүкіл ілмектерді солай тоқып шығамыз. Одан кейін келесі қатарда ары қарай қысқартуды мен сіздерге көрсетемін тағы да. Міне мен қысқартып болдым жаңағы. Енді бізде менде 18 ілмек қалды. Ары қарай бұл ілмектерді біз барлығын айландыра, екі-екіден тағы да тоқып шығамыз. Содан кейін осыдан қалған ілмектерді жіптен өткізіп тартып тастаймыз. Сонымен біздің қысқартуымыз аяқталады. Алдыңғы қысқарту сияқты барлығын осылай тоқып шығасыздар. Міне мен барлығын қысқартып болдым. Енді мына жіпті біраз қалдырып қиып аламыз бұлай. Сосын осы жіп арқылы мына ілмектерден өткізіп бүкілін тартамыз. Осы мен оны күрчекпен жасаймын бұлай. Күрчекпен кіргіземде жіпті алып өткізіп, сосын оны бізден шығарып отырамыз. Бүкіл ілмектерді айландыра осылай өткізіп шығамыз. Егер сізде күрчек болмаса, онда үлкен тесігі бар инеге өткізіп алып істесеңіздер де болады. Міне соңғы ілмегіміз қалды. Соңғы ілмекті жіптен өткіземіз де, енді осы жіпті бұлай тартамыз. Қараңыздар, сонда төбесінде бізде ешқандай тесік қалмайды. Осылай тартып тастасақ. Енді күрчекті мен осы ортаңғы тесіктен ішінен кіргізіп шығарамын қазір. Бұлай. Осы тесіктен шығарамын да, мына жіпті ішкі жағына өткіземін. Сосын осы жіпті мұнда түйемізде ішіне
мына жағын жасырып тастаймыз. Менде шапка кішкентай балаға арналғандықтан енді мен мұнда құлақша тоқимын мұнда. Қазір мына жіптердің барлығын жасырам, сосын кездесеміз. Шапкамыз дайын десек те болады. Қараңыздар, төбесін жаптық, ешқандай тесік қалмады. Барлық жіптерін жасырдық, іш сыртын барлығын. Шығып тұрған жіп жоқ. Енді бұл бізде кішкентай балаға арналған шапка болғандықтан, біз оған мұнда құлақша тоқуымыз қажет. Құлақшаны тоқымас бұрын біз оны есептеп алуымыз керек. Қазір есептеуін сіздерге көрсетемін. Яғни, менде мына шапкаға ең алдында терген кезде 80 ілмек болды. Енді сол 80 ілмекті біз 5-ке бөлеміз. Сонда бізде 16 ілмектен айналады. Мынау барлығы бізде 80 ілмек. Оны бұлай 5 бөлікке бөліп шықтық. Әр бөлікте бізде 16 ілмектен. Егер де сіздерде артық ілмек болса, 1 ілмек болса арт жағына, 2 ілмек болса әрбір құлақшасына қосуға болады. Енді қараңыздар, осы барлық ілмектің бір бөлігін біз арт жағына қалдырамыз. Шапканың келке жағына. 16 ілмектен осы 2 бөлікті, қараңыздар, ол біздің шапканың алдыңғы жағы болады. Ал қалған 2 бөлігі, мына жағы мен және мына жағы, ол бізде құлақша болады. Енді қараңыздар, менің мына жерде шапканың басталған жері, мен осы арадан тең бұны арт жағы боламын. Қараңыздар, мұнда ортаңғы ілмектен 2 жаққа 8 ілмектен санап аламын да, ол 16 ілмек бізде арт жағы болады. Осы жерден содан кейін ары қарай 2 құлақшаға ілмектерді санаймын. Қазір мен барлығына мұнда маркер қойып шығамын, сосын көрсетемін сіздерге қалай ары қарай тоқу керектігін. Міне мен маркер іліп шықтым барлық жерге. Мына көк маркер тұрған жеріміз, ол басталу, ортаңғы басталу жері. Ал мына жеріне арт жағы 16 ілмек. Одан кейін арт жағы 8-8-ден 2 жаққа санап алдым. Мынау бір жақ құлақша, мынау екінші жақ құлақша. Ал мына жеріміз ол алдыңғы жағы. Шапканың алдыңғы жағы болып есептелінеді. Енді біз осыныған бір жақ құлақшадан бастап тоқуды мен сіздерге көрсетемін. Мен жіпті 3 қабаттап тоқимын. Өзіңіз басынан көрдіңіздер. Енді біз ілмектерді қай жерден жинаймыз? Қараңыздар. Міне, бізде бүртік, міне шошайып тұрған ілмектер көрініп тұр. Сол ілмектерді біз жинаймыз. Ол біз бүктеліп тұру үшін жасаған қатардан пайда болған ілмектер. Міне мына әрбір осы өзі шығып тұр, үстке қарай міне көрініп тұр. Сол ілмектерді бұлай міне әрбірін алып осылай теріп аламыз. 16 ілмекті. Осы бір маркерден екінші маркерге дейін. Енді жіпті қалай ілеміз? Қараңыздар, міне бірінші ілмекті аламыз да, оған жіпті бұлай өткіземіз. Жіпті ұстап тұрыңыздар, әйтпесе шығып кетуі мүмкін. Сосын міне әрбір осы көрініп тұрған ілмектерімізде әрбір ілмектерді бұлай теріп аламыз. Екінші ілмек, сосын осылай үшінші ілмек, төртінші ілмек деп осылай барлық 16 ілмекті теріп шығамыз. Міне, соңғы ілмегімізге келдік маркерге. Маркерді алып тастаймыз.
соңғы ілмегімізді алдық. Енді қараңыздар, мен оң жағынан тердім. Ілмектерді санаймын. 16 ілмек. Енді біз алдыға артқа қарай тоққандықтан қазір мына оң жағы, ал мынау теріс жағы, ішкі жағы. Бұны біз қазір барлығын теріс ілмектермен тоқып шығамыз. Бірінші ілмегімізді аламыз. Одан кейін екінші ілмектен бастап, осылай барлығын теріс ілмектермен 16 ілмекті тоқып шығамыз. Міне, соңғы ілмегіміз қалды. Тартып тұруымыз керек осылай. Сосын соңғы теріс ілмегімізді тоқимыз. Енді екінші жағын аударамыз да, оң ілмектермен тоқимыз. Бірінші ілмегімізді аламыз. Одан кейінгі екі ілмекті біз бірге қосып қысқарту жасаймыз. Біз енді біздің құлақшамыз кішкентай, мында үстіге қарай үшбұрыштанып қысқару керек. Сол себепті біз қазір оң қатарларда қысқарту жасап отырамыз. Ал теріс қатарларды жай теріс ілмектермен тоқимыз. Ешқандай қысқартусыз. Міне, бізде соңында 3 ілмек қалды. Қараңыздар, енді мына 2 ілмекті бұлай айландырамыз да, артқы қабырғасынан 2 ілмекті қосып бірге тоқимыз. Ал соңғы ілмекті теріс ілмек қылып тоқимыз. Екінші жағын аударамыз да, теріс жағын тек қана теріс ілмектермен тоқып шығамыз. Оң жағына келген кезде бағанағыдай қайтадан басында және соңында қысқартуды жасаймыз. Бірінші ілмекті аламыз, одан кейінгі 2 ілмекті қосып бірге тоқимыз. Соңында 3 ілмек қалды бізде. 2 ілмекті айландырамыз. Бұлай. Сосын оны қайтадан артқы қабырғасынан алып бірге тоқимыз. Соңғы ілмегіміз теріс ілмек. Осылай біз бүкіл қатарды тоқып шығамыз. Аяғында 6 ілмек қалған кезде кездесеміз, содан ары қарай қалай қысқартудың аяқтауды мен көрсетемін. Міне, менде 6 ілмек қалды. Енді кәдімгідей басында жасағандай қысқартамыз да, қалған 3 ілмекті тағы да екеуін айландырып артқы қабырғасынан алып қысқартамыз. Соңғысы теріс ілмек қылып тоқимыз. Сонда бізде 4 ілмек қалды. Қараңыздар, 4 ілмек. Енді теріс жағын тоқимыз. Енді бұл 4 ілмекті екі-екіден алып қысқартамыз. 2 ілмекті бірге тоқимыз, алдыңғы қабырғасынан алып. Мұнда менде 3 жіп болғандықтан біреуі қалқалып, біреуі ілінбей қалып сөйтіп жатыр. 2 ілмекті артқы қабырғасынан бірге тоқимыз. Міне.
міне мен бізімді айырбастадым. Нәски тоқитын біз алдым. Қараңыздар, енді бізде ешқандай оң және теріс жақ деген болмайды. Тек оң жағымен аламыз да осылай. Ілмектерді оң қылып қана тоқи береміз. Бұнда тек бізімізді жылжытып отырамыз. Міне бұлай. Жылжытып отырамыз да ілмегімізді оң ілмек қылып тоқи береміз. Егерде сіздердің жіптеріңіз жіңішке болатын болса, онда мындай 2 ілмек емес, 3 ілмек немесе 4 ілмек қылып та тоқуларыңызға болады. Онда кішкентай айналмалы байлағыш болып шығады. Менде жібім жуан болғандықтан мен 2 ілмек жеткілікті деп шештім. Қараңыздар, осылай айландыра 2 ілмегімізді өзімізге қажетті ұзындыққа дейін тоқимыз. Мен 20-25 сантиметр байлайтын жіп жеткілікті деп ойлаймын. Сол себепті сондай ұзындыққа дейін тоқимын. Ал сіздерге одан да ұзын қылғыларыңыз келсе, немесе одан қысқа қылғыңыз келсе, сондай ұзындыққа дейін тоқисыздар. Сосын аяғында қалай бітіру керегін мен сіздерге көрсетемін. Міне мен өзіме қажетті ұзындыққа дейін тоқыдым. Менде 25 сантиметрге дейін жетті. Өте ұзын да емес, өте қысқа да емес, жеткілікті. Енді мұнда 2 ілмекті аламыз да бірге тоқып қысқарта саламыз. Мұнда менде қазір фокус істемей тұр. Қазір енді осы ілмекті бұлай қысқартамыз. Сосын жіпімізді тартамыз да осы арадан қиып тастаймыз. Одан кейін мына жіпті алып, осы байлағыш жіптің ішіне қарай жасырамыз. Енді бұл құлақшамыз аяқталды. Енді тура осындай қылып, екінші жақ құлақшаны тоқып шығасыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Тура сондай, қалай осы бір құлақшаны тоқынды да, тура сондай тоқисыздар. Мен енді құлақшасын тоқимын, содан кейін ішіне астар саламын. Өйткені қыс мезгілінде тоқыма болғандықтан кішкентай болсын жел өтуі мүмкін. Осылай міне біздің шапкамыз аяқталды. Оған қоса мен бұған снуд та тоқимын. Міне біздің шапкамыздың көрінісі.